Міне, бүгін дәл бауырым Шымкентте қонақ болып отыр. Танысқан қуаныштың бауырым. Қарапайым өзіміздің қазақтың баласы. Ташкенттен адаптация болып отыр үшін бізде. Өзіміздің еттерді жеп, сол балалар ішіп, чай ішіп. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Жәнібек бері қарап қой. Арнайы мен үшін істеп жатыр деп. Айта беріңіз. Рұқсат етсеңіздер, жалпы сіздерге ұсынған тағам жайлы таныстыра кетейін. Тағам атауы борше ет деп айтылады. Бұл сиыр етінің жіңішке ет сальсары, жанында көкөністермен, тұздығымен арнайы ұсынылатын тағам болып есептелінеді. Жалпы борше ет деп айтылатын тағам біздің отан қорғаушылар, батырлар тағамы деп те айтылады. Аңшылыққа, жорыққа, шеруге шығарылымда осылай ет сальстарын жіңішкелеп алып, сүйкі түрінде, сальстарын отқа қыздыру арқылы ешкі қимыл